Аман есен паспортта контрольдан өттік. Қазір Балидеміз. Демпасарда айтып кететін моменттер. Түскеннен кейін визаны картамен төлеуге болады. Мен картамен төледім. 500 мың местный валюта. 500 мың местный валюта. Картамен төленді, бәрі нормально. И виза келген кезде просто сұрады, қанша күнге келетсің, и все. Анау бар ма, мынау бар ма, там хостел нең бар ма, обратный билетің бар ма деп ештеңе сұраған жоқ, прикинь. Базар жоқ деген соң. Я визамды алдым 30 күнге. Ақын полигон 5 күн болған ба? Так, енді маған қазір ақшастыратын жетті болу керек. Курсты қарау керек. Примерно курс 15-55 болу керек қой. 15-55. Негізі еш маған қажет емес қой. Обязательно. Білмеймін, просто талпаның барлығы отырды ол, нағып тұрған не береді сонда. Карталама, телефонлама. Я помню. Куда-то чемодан будешь брать или нет? Короче, осы жерден не өту керек дейді, декларация жасау керек, толтыру керек дейді. Да, написано, что все должны забрать. Толтырып тастайық, потом көреміз. Так, толтырдық. Бұл жерде бізде аты жөні, фамилия, үй, тұратын жер, баратын жер барлығын сұрап отыр ғой, короче. Көшіп келген билетің қашан келдің деген сияқты. Next басамыз. Телефонда настройка бар. Общийдің ішінде EMI код. EMI деп жазасыз. Короче, бұл маған қажет жоқ екен. Жалпы 90 күннен аз болатындар қажет емес. Декларация толтыру. Бағана толтыру кезінде қате кетіпті, өйткені email кодты енгізудің қажет жоқ екен, короче. Сразу next басасың. Сосын мынандай код не керек, куәр береді. Бұл міндетті түрде екен декларация. Осыны толтырдым, все, куәрді. Соны өттік, дальше, больше. Так, мында money changer деген бар екен. Все өтірген, бір-екі бағалар қаншадан болады. Так, бір ақш долларына, короче, 14-4 дейді. 14-4 өте аз, өткені 15-тің картоне 15 керек. Мада 15 14-4 дейді. 14-4 деген аз ғой. Егер отельде картамен төлеуге болатын болса, автоматтан қаладан ауыстыра қояды. Все, осы төндік. Хостел жалдап қойғам. Кеш келемін деп айтып қойдым еске. Хостелға барып мощно ұстап алу керек. Короче, су алып алдым примерно $1,5. Аэропорттан шықсаңдар бірден 1400-900 тұр, походу. Аэропорттың сыртында. И Grab деген не ұнатып алсаңдар, application. Просто көбісі Grab'тың жасады, походу. Жаңын бір рәңгеде көріп тұрген. Мен жаяу басайын. Үшкі дрон, өткен мен отель жақын арнайы, жақын жерден алдым, что хотя бы 4-5 сағат ұйықтап алу үшін. Все. Ертең көрсеміз. Душқа түсіп алдық.
Аэропорттан келдім да сразу ұйықтай алмадым. Сосын душқа түсіп алдым. Енді дальше қазір душқа түсіп алып, осылай болып егер жатырмын. Мешітке барып таңып алып, сонымен бұйырса түске дейін ұйқыны басым керек болып тұр ғой, иншалла. Жергілікті мешітті көрсем өтсе. Мен орналасқан жерде азан дауысы естіледі. Жақын жерде жолда өтіп баратқан жерлерде көргем как раз мешіт жазу қызылды. Таңғы сағат 4:30-5 болды. Қала тишина. Местный жігіттер тазалап жүр. Бұнда тұрмайды. Мәшжид Нұр Хасана. Оның фарзын ұлық болып отырғын. Мешітке кіре берсіз. Адам саны көп. Көбімен нормально. Мынандай аяқ киім болмай қажаман ақш деген. Болыпты фарзда. Осындай 4 адамдық, 6 адамдық қосылды. Оласа. Екі адамдықтары. Прямо неге бассейнге ашылады екен. Бассейнге түспедім, өйткені менде не жоқ па. Бәлі ештеңе алмадым. Мен хостелдің ауласы. Мен естің ауыз жағанда оқып тамақ. Нука Бич Inn деген. Барып ақшамды ауыстырып келейін. Дальше больше. Убуд деген жерге барамыз. Сол жақта бір хостел бронировать етіп қойдым. Массас дейді ғой, массас. Кеше 12:025 еді, бүгін 12:50. 15:50. 15:50 деп қоямын. 15:20-250. 15:200. Өте жақсы курспен алдым. Короче, 15.350 мен ауыстырып берді. Аты жөніңізді, қай жерден келгеніңізді, қай жерде жатқаныңызды барлығын істейді, короче. Көрсету керек. Так, төлеп шықтық. Алласы. Енді бұл жаққа баратын бір автобус бар, қызыл автобустан тауып алу керек. Сонымен дальше екінші қосылға жету керек та. Сол жақтан жаймен деп кішігірім қаланы танып бастау керек қой. Қала болғанда енді Бали негізі үлкен ғой. Үлкен арал ғой. Бірақ енді үлкен болғанда ғой машинамен, мопедпен бір басынан екінші басына дейін примерно бір 2 сағат қой. Ал по длине примерно сол 4 сағаттай болады шығар. Енді нелердің есімде жоқ. Аумағы қанша километр квадрат екен. Көп жасалған жерлердің окошкаларында тоже халал деген знак көресің. Комфортно, да? Комфортно. Тағы бір мешіт. Үлкен мешіт екен. K5B деген автобус дейді.
Мен полиция бөлімшесінің қасында күтіп отырдым. Сол жерде бас стейшн бар. Сұрап едім, мен ұлтқа барады деді. Көреміз бағасын. Автобус ақшым. So, how much to pay? Ini pakai ini Pak, udah bayar pakai elektrik. Elektrik. Not by cash? Oh no, elektrik. By card, it's okay? Yes. Картамен төлеуге болады дейді автобуста. Кайф қой? Картам тоғылай. Убудқа келдім. Мана автобуста, оказывается, картамен төлей алмайды екенсің. Өзінің автобустың өзінің бөлек картасы болады екен. Сол картасымен ғана төлеуге болады екен. Бірінші мінген автобусында тегін келдім. Екінші автобусқа пересадка болған кезде жаңа водительге айттым, төлесем бола ма деп. Наличкамен. Сонымен местный 5000 купюра алып қалды. Негізі құны 4400 ғой. Сонымен давай дедім, короче. Сосын ол мен үшін төлеп жіберді. Қазір енді Убудқа келдім. Курс барлық жерде бірдей сияқты. Қазір хостелге орналасқаннан кейін сол жаққа заттарымды қалдырып, потихоньку. Осы жерде анау заттар алып алып. Monkey Forest'ке бару керек. Маймылдар орманына. Бір тамақ жеп алып. Бұйырса ертеңге, енді бүгін ойлағам, типа мопед алып, анамда барып қайтам ба деп. Соған асықпай, Нұрса Пенидинаға сразу баса беретін шығарым деп ойлап отырмын. Сол жақта көп уақыт өткізем ба деп. Өйткені там жүзіп, деген сияқты. Суға түсіп. Все, келдік. Дальше комнатаға барғаннан кейін. Тоже хостел. Тоже 6-да $35 шықты. Аренда сұрағамыз, байк. Короче, 70 000 местный валютамен, 70 000 рублей. Плюс, как минимум 2 күнге беріледі дейді. 2 күнге 140 000, шамамен 2 күнге $10 ғой. Плюс 300 000 не тастап кету керек дейді. Депозит. $20 депозит тастап кетесіз. И плюс любой документ, ID тастап кетсеңіз де болады. Удостоверениеңізді, немесе праваңызды тастап кетсеңіз де болады. Осы жердің местный базар бірдеңелеріне бару керек. Тамақ жеп алып шығу керек. Сосын суға түсетін зат алу керек. Болды ғой, по-моему. Потом анау бір крем бірдеңе алу керек сияқты. Сонысын расчет. Бұл жақта да мангостин, манго, тағы басқа, құдай қаласа. Мощно алатын сияқты. Кокос. Короче, маған Бали напоминает Таиланд, Пхукет деген сияқты ғой. Нелер келеді, ауа райда келеді. Примерно адамдардың колориті де келеді. Бірақ бұл жақта каждый мынандай любой жерде кездестіреді. Кез келген жерде. Мысалы автобуспен қаншама жол жүрдік. Каждый 100 метр сайын ғой, короче. Айтты 100 метр. И сразу мне. По-моему, Индонезияның басқа да жерлеріне барып көру керек. Мүмкін тек Балиде осындай шығар, басқа жерлерде басқаша болуы мүмкін.
Бұяқта да енді Қытайдың темасын пайдаланып көрейік та. Бай-бай. Про каналы. When it is done, Мұнда енді туристер өте көп базар жоқ. Корейстерің, ағылшындарың. Айтпақшы жаңа жолда бір жігітпен таныстым автобуста. Словакиядан Братислав. Английский жақсы. Акцентпен. Даже 100 метр емес, 50 метр жүрдім, сразу тағы шыққан андай. Храм бекен, не екен бұл? Сондай бірдеңе болып тұрған. Ішіне кіруге болмайды деп жазып қойыпты. Хостелмен келіп қалдым, потом шығамыз насылымыз. Хостелым жақын жерінде болса, базарлары бар екен, базарчиктер. Бірақ что-то адам аз сияқты. Базарчикте. Так, орналасқан отелім. Хостелым точнее. Саттарымды логрейт істеп кеттім. Кілті кеп біттім да. Негізі обычно кілттерді көп жерде сатады. Типа самогон болмаса или арендаға аласың деп. Хостелдің орналасқан жері прикольно, базардың ішінде. Базардың жолына жүріп кетесің да, фок еткізіп кіріп кетесің бір жерге. Осылай барлық жерде өздерінің храмдары бар сияқты. Байтпен келуге болады. Сразу парковка жасауға. Reception. Reception жерін тасып жүрдім. Шығайын. Бірден жеп алу керек. Welcome guys. Сундук. Давай бургер жесек те пойдет. Курить или вот? Тамақ бар екен. Нормально. Походу еще де жейтін сияқтымын. Бағалар ұнап тұр. Индонезиядағы бірінші тамағымыз. Бисмилля. Лапша жареная, тауық етмен и милкшейк банановый. Общий примерно $4 шықты. Короче, тамағым 60 шықты, 56. Картаны төлеуге де болады, по идее. 3% дополнительно алады. Любой жерде түсіне сияқты. Көп жерде точнее көрмедім. Негізі байқаған Таиландтың қымбаттау түрі ғой, короче. Чисто айтқанда. Таиландтың қымбаттау түрі. Таиланд арзан ба дедім ғой. Я, однозначно Таиланд арзан. Ну, киімдер примерно сәйкес келеді. Түстері, материалдары. Сол үшін Таиланд не, мына жақ не, просто разница мемлекетте болмаса, так. Разница жоқ. $4 местный банан алып $4.
Қымбат па екен бағалары. Былай көріп едім, что-то түспейді. Бір жерде 150 деп тұр екен. Сосын 100 деп тұрған жерінен түсіріп алғандағың ғой. Значит, по идее, қинау болады. 1000 теңгеге келтіретін ел. $4 нормально дедім. Көреміз дальше. Короче, месі мороженое. $2 тұрады. Шамамен $2. Не. Кокосовый мороженое. Курик. Дәмі? Баунтидің дәмі сияқты келді. Баунтида кокостан жасайды ғой. Вот. Баунтидің мороженое ғой, короче. $2 тұрады мына штук. Маймылдар орманына келді. Но интернетте адамдардың бәрі ошақтан ұтып жатыр. Әлде бұл только байыққа ма? Қызық. Бестер алып қуады екен. Алып қуады бестер. Тағы маймылдарды қарап отырамыз енді. Маймылдар көп дейтін ғой. Убуттың ішінде қызық кафешкелер көп па идей. Пукеттегі емес, выбор көп екен мұнда. Көп болғанда да енді неше түрлісі бар ғой. Шамалы развитый да. Бірақ баға жағынан енді по-любому Таиландқа жетпейді. Однозначно. Так, пляж жағынан білмеймін. Пляж жағынан негізі по-любому Таиландқа жетпейтін сияқты. Өйткені Таиландтан да Самари ма бірдеңе деген айленд бар ғой. Самай ма. Так. Ұмытып қалдым атын. Короче, ол жақта енді мына Нуса Пенидада Бали келгенде көбісі сол Нуса Пенида үшін келеді ғой, мен сияқты, мен өзім де сол үшін келдім ғой. Ертең 2-3 күн сол аралда бар, жату планда бар. Сосын салыстырмалы түрде айта жатарым. Просто Пхукетте Пхипхи дейтін жері бар. Әзірге енді ондай табиғатты елестете алмай отырмын, мұнда бар ма жоқ па. Көреміз. Ну, қала прикольно. Қала прикольно, но қымбат. Не жетеміз. Былай көзге көрінбейтін жерде орналасқан. Көрінбейтін оны ғой, табу шамалы қиындау еді. Тек картаны бағыттап отырып қана көрмесек жатыр. Мешіттен күнбе жоқ деген ғой. Бұнда балалар сабақ оқып жатыр. Алтыдан 15 теңгеден күтіп жатырмын. Ассалауму алейкум. Мына барлығы тас, әлі бөліп қойған. Осында сабақ ит бәрі. Алтыдан 15 теңге мағриб күтіп, мағриб оқысақ сабақ бітті бәрі қайтып жатыр.
Так, туна пицца заказывали. Туна майонез, пицца и арбузный сок. Бағасы примерно местныймен 80 мыңдай шығар. Хостелский завтрагым келді. Банановые блинчики. Как раз на утро. Әдемі келетін сияқты. Кеше түнде байқадым, маса көп екенмін да. Мынандай не алып алдым. Местный валютамен 23 мыңға. 23 мыңымыз примерно 1000 теңге ғой. Бірақ не қарап едім, солсыз защитіне қарап едім. Ма бағалары мощный ма дедім ғой. Короче, $10 басталады ғой минимально. Даже $10 жоғары. $12 басталады. Сосын қой айналайын, потом арзан-барзан көре қояды. Басқа жерден ары кіру, өйткені менде ақша толып қалды, по идее. Қазір валюта ауыстыру керек. Мә, сонда бір күнде $50. Фокс қылып тастап тұрмын ғой, жататын жерім мақұл болған аз кетті ғой. Не алдым мен сонда? Тамаққа кетіп тұр ғой көбісі. Бай-бай. Базарлық. Мен анаған алдым. Анаған алдым. Сондағысы екеуін қосқанның өзінде бір $10 кетті ғой. Сөйтіп $50 кетіп қалған екен ғой. Бәсе деп қоям. Наконец. Мынаған мен $10 жұмсап таппын ғой. $10. Bir plastik үшін $10 жұмсап таппын. Базар жоқ. Бәқті да тұр екен ғой. Monkey Forest кіру құны местный валюта 80 мың. Долларға шаққанда $6 шығады. Енді көптеген маймылды көреміз деген үмітте келе жатырмыз енді. Так маймыл көрмей жүрген жоқпыз. Маймыл көріп жүрік. Сразу есік алдында үйге күтіп алды. Жақта су ішіп жатыр. Бұнда көріп есімен. Бұнда бала шағасымен жүріп. Адам көп, бұлар да қызықтан жүр. Are they cute? Oh my god, he's fighting. Пожалуйте отыр ғой. Оның үстіне шығып алыпты маймылдар. Үлкен. Маймылдар. Нико. Нико. 사르마미래. Шетелесе отыр ғой маймылдар. Бірдей асықты ма, бірден көрді ғой.
Samolyot. Şimdi geldi. Arasında karak koyup mu geliyor? Yeah, I think so. Uite regele alb. This is the king white? No. Oh, sorry. Yol boyuna da şey oldu. Yüz bağısına turarlar. $6 smelo geliyorlar. Ben daha çok bastım. Uzun daha çok bastım falan. Nusa Penida. Sarun деген жаға кетіп бара жатқан. Осындай Arjuna Fast Cruise дегеннен билет алдық, короче. Туда-обратно $20. Обычно 200 мың деп тұрады. $15 деп тұрады. Басқа жерге барып қарап, сөйтіп сұрап, короче, 150-ге түсірдім ғой. Өйткені мен бағана просто интернеттен 150-ден көргем. 150 деп сұрап едім, 150-ге туда-обратно берді. Обратно ашық билет берді. Өйткені обратно мен самолетке үлгермей қалуым мүмкін. Өйткені сағат таңғы 10:30-да ғана жүреді екен. Сол үшін может бір күн бұрын ерте келем ба көремін. Чекин дейді ғой. Чекин tickets. Вот он. Раз, не социально. Iya. Мен осындай свитботдармен барамыз ғой. Посадка будет. Посадка. Thank you. Наш boat. Наш boat. Tereyağını жаққа отырып алдым. Шамалы бит болсын деп. Нормально, конечно. Сетки велят, вентилятор по направлению. Good, жол болсын. Так, келдік Пенидаға. Енді қазір потихоньку барып байк сатып алып аренда алып. Price. You have? So how much is it's cheaper price? How many days you stay here? Next 3 days? Yes. You can choose, yeah. I have 75 a day. I have 100 a day. No, it's way too expensive. How much is it? Expensive. Even in it's like 50, 60. So I give you 70, yeah. no, thank you. It's
expensive for me. You just alone? Yeah. Okay, I give you last price for the scooter 200 for 3 days. No, 65 I think. no, thank you. Too much. No, thank you. Thank you. In here, the have organization for scooter podcast. I have a scooter Короче, with the helmet. Yeah. 25 кіргенге дейді. Ертең төлеуге. 25-ге алдық, короче. Government of Also, careful. London өзімізде. Короче, скутер ұсынатқандар баршылық. Бар шама. 75-тен басталады, 65-ке дейін бере алады ғой, короче. 65-ке дейін. Қазір дальше көреміз, қалай жаққа шығып, может, ұзақтарын лауға шығады. Ал сендерге хостелімді көрсетейін. Хостел емес, точнее, гестхаусымды. На гестхаус, получается, 4 бөлме бар. Жер тамаша ететін жер. Ауласы. Тек осы 4-ақ бөлме. Есім бөлменің өзі. Кондер бар, кондер, шмандер. Жақта туалет пен душ қосылып кеткен. Вот осындай тема. Байкымызды тастадық автотұраққа. Кіре берсе автотұрақ, короче, 5000 тұрады екен. 5000 дегеніміз 0,33 цент. 0,33 доллар. 33 цент. Көріп тұрғандарыңыздай таныс жер болады шығар сіздерге. Аттың бәрі осы жерден түсіп. Әйгілі фотолар осы жерден шығып жатыр. Адамдар дронмен ұшып жүр. Негізі мына жерде дронмен ұшуға болмайды ғой. Пермешін алған үшін. Дронмен ұшыру үшін мына жерлерден көбейсе. Пермешін аласың, пермит разрешение. Рұқсатнама. Рұқсат қағаз. Деген жер болып тұр ғой. Вот он. Қазға барып суға түсу керек. Мына что-то мына суы толқын көп па бүгін. Просто аяқтың түсіп қайтуға да болады сияқты. Кентіген барынша түсіп, түмен суға түсейік, не бар екен көрейік. Отыр, мына жерде отырып фотосет. Сен атып қалып сөйтіп отырып қоямын мына жерде. Okay, I don't want to be okay? Ready? Look at this. This is great. Oh, keep. Oh, no. Он натуре хайкинг мой никто брас. Вау, просто космос. Космос, короче. Через меня фильм. Қой бүйтіп ұлбырап жүре берсем жетіп болмаймын. Жаңбыр жауып тұр екен, ё-моё. Жаңбыр жаумай тұрып үй басу керек, жаңбырдың астына қалып. Ya te hablamos de esa compra eso.
Дальше жолсыз жолдар басталған. Take care. Yeah. So, Қазір дальше суаламыз сосын. Мына жерде екен уже басталып тұр. Осы жолдар. Оп, бисмилла. Сәл-сәл қалды. Мен сөндірейін, екі қолымды тезерек болады. Наконец-то түстім. Анда түсіп көтеріліп жатсақ, даже анда зәңгір жақпаған ғой. Бірақ енді битті айта алмаймын. Маған пайды неге суға түсесің, бірақ тек дейін тағы басқа болмаса, толқын слишком қатты болады. Кетіп көрейін. Жоты бәшілі сияқты. Су салқын бе. Салқын. Аяқта тұру қиын екен. Тағы отырып тұрайын болды. Толқынның лебі мына жақта ұрып жатыр. Әне. Ондай кәдімгідей алып кетеді толқын дейді бір жаман. Қой, шамалы отырайық. Демізді басып алайық та соң қайтайық. Аврат көтерілді тиіш. Жақсы. Қорытынды. Астына жалпы түсіп көтерілуге стоит па? Не стоит. Түсу оңай, базар жоқ. Бірақ көтерілу өте қиын. Отырып қақос шуайын дедім. Осындай закатпен. Айде төменге отырып шығу ет, бірақ мен де мына ойнағанда қаттырасын түсі жоқ. Так, $2 тұрады екен.
енді туристический жер болғаннан кейін баға қымбат екені түсінікті. Қалада $1 тұратын шығар. Подача осылай. Сразу қасығымен ішесің жамалып, сосын қаспен жеп тастасаң болады дәлірек. Бірақ шөлі қандырғанға мощный кетеді екен. Ой. Короче, осындай керемет жерге келдім. Қарап өтсеңіздер болады. Снорклингтен кейін жолда осы жерге тоқтап. Бағалар да онда қатты қымбат деп айта алмаймын. Chicken curry 55 плюс 35 ма бір смузи заказ бердім. Every time you love me. Lord, save me, my drug is my baby. I'll be using for the rest of my life. Васик. Мощный плейс. Жақсы жер екен. Енді кішігірім снорклинг бойынша айтып кетейін. Снорклинг кеше интернеттен жатып тауып алдым. Бір 3 адамға жаздым. Соның ішінде бір русскоязычный біреу жазды. Давай 200-ге жасайын деді. Аса жерлерде 250 деп тұрген. Интернетте көп жерде 250 деп тұрген. Сосын давай деп 200-ге келістік. Сонымен уақыттары әртүрлі. Таңғы сағат 8-де бар, 9:30-да бар, 10:30-да бар, 2-де бар. Сосын мен 10:30-дағысына жазылдым. Бір 10 шақты адам болды. 10 шақты адам. Манта Бэй деген жерге бардық. Негізі манта көру үшін барғанбыз. Бұл жерде манта болмады. 4 локация болды, короче. Манта Бэй екінші локацияда чисто балықтар болды, неше түрлі коралдар болды. 3-ші локацияда 1-2 адам тасбақа көрген, балықтар көрмеді. 4-ші локация тоже балық.
Бірақ мен екі локациядан кейін білмеймін, что-то морская болезнь ба не болып қалған. Уже желание кетіп қалды жүзуге. Сонымен общий уақыт 2 сағат уақыт алды ғой. Каждый локацияда 20 минуттан снорклинг жасайсың. Вот. Егер Мантаны реально көргіңіз келсе, онда советую Манта Пойнт деген жерге баруға тырысыңыздар, өйткені ол жақта шанс көбейеді манта көруге. Бір разницасы $10 шығар. Қосымша негізі сол $10 төлеп бара салу керек. Еді негізі маған. Окей, көреміз. Так, мына жердің менюмен таныстырып жіберейін дейсің бе? Так, мен чикен көре бердім 55-ке. Потом шетіңде смузи бердім. Red Dragon 45 тұрады, сонда менде $7 шықты жейтін заттарым барлығы. Вот, мен смузині кайф. Осы чикен көри тамағым, смузиім 100-ге шықты шамамен. Көреміз тағы. Может, дополнительно такс бірдеңе қосып шығар. Бірақ әзірге 55-45 вообще вышло. Ас болсын маған. Енді мынаны көрсетпесем ойлегенде. Мынау менің бөлмем. $12 шықты бөлмем. Енді мына бөлмемнің шыға берісі. Мына жерде вид и бассейн. Таңертең бүйтіп фык бүйтіп тұрасың да, мына жерге бүйтіп келіп гүмп ете қаласың ғой. Қазір гүмпілдету керек болып тұр шамалы. Бүгін үш жерде боламын. Ертең тағы да бассейні бар жерді таңдадым. Көреміз қалай болатын. Мына отельдің бассейнін көргеннен кейін басқа пляждары барғым келмейді. Негізі пляжға бару керек едім мен бүгін. Осы жақын жерде пляж бар. Соған барып, обратно келіп, осында қонып таңертең көру керек едім мына нені. Бассейнді. Получается, таңертең осы бассейнге түсем да, и после обед емес енді. Сағат 10-дарға таман ба, неге баратын шығармын. Пляж мына жерде Diamond Beach деген жер бар. Сол планда бар. Қалғандарында көре салуға болады, проблем жоқ. Айналасын. Crystal Beachке баруға болады. Әзірге өзіме ұнап жатыр осы жер. Мұнда қарлығаштар суап келтіріп жатыр, қарасаңыздар. Өздерінің үйін соғуға. Мына жер күшті табиғатқа да әдемі ашылады. Diamond Beach дейтін жерге келдік. Diamond Beach енді қараңдар, мына әдемілік деген бөлек қой. Әдемілік деген. Бұнда түсетін жерлері прикольно. Sorry. Burada arnayı pratik жасалған. Төменгі жақтары вообще болады дейді. Бой ұзындарға арналмаған екен.
басын тиіп қалады деп жүресің. Ракушняк. Осы жерге келу керек, міндетті түрде. Өйткені бұл жердің енді айта алмадым керемет. Там көзге деген мощный массаж. Қараңыз. Әсіресе мына бит. Бұл жер Diamond Beach деп аталады. Кіру құны 30 мың, яғни $2. Және байкіңізді болса, байкіңізді тістеп кете аласыздар 5 мың рупияға. Где-то 33 центке. Поверьте, это стоит келуге. Вот адамдар қалай өтеріп келе жатыр. Сол, енді ойланып отырмын. Ертең келіп түссем бе екен, түспесем бе екен деп. Түсем ол походу. Қазір домой. Күн батпай тұрып, үйге кетіп алу керек. Түнде автокөлік айдаған ұнамайтын еді. Мопед айдаған вообще ефтемі сияқты. Good morning world. Контент болсын. Бисмилlah. Good morning world. Таң атпай. Ұйқыдан тұрып бірден бассейнді көрейік деп шештім. Таңымызды бассейнмен бастайық. Гүл болып тұрген. Ана жер қойып кетейін. Ана жер қойып кетейін. Соң көтіп қой. Менде завтрак кіреді екен еще, прикинь, завтракқа панкейк бердім, арбуз и салқын шай бердім. Өткен ыстық шай өзімде де бар, іште кофе де бар. Ыстық шай қолап шай ішіп отырамын ғой. Вот душқа түсіп мощно кайф екен. Дәлі бір сағаттай уақытым бар. Душқа түсіп, бассейнге түсіп, бір-екі суфорет жасап, сонымен домой, иншалла. Домой болғанда екінші хостелге барам тағы. Хотелге. Тоже осындай болу керек. Осындай апартаменты и осындай не бассейн. Хотелімізге келдік. Бунгало. Вот. Алло. Короче, қай жерге келдік. Осындай, бассейні бар. Бержак 1, 2, 3, 4 бунгало бар екен. Піл. Ал менің бунгалам. Ашқым керек. Осындай. Так, свет қайдағында. Свет жоқ. Противомаса. Душевой. Завтрак включен. Сондағы маған шыққаны $12. $12. Ничего себе апартаменты. Кітаптарымды қалдырып, дальше баратын жерлер бар. Сол жаққа барып кету керек. Broken Beach дейтін жерге келдік. Өшер келатсыңар, мынандай нелер бар. Фотозоналар. Фотозоналар бағасы 5 мың тұрады. 33 цент.
По-моему, каждый на 33 цент, получается, $1 ана жерде 3 точкаға фотоға аласыздар ғой. Туристтер көп келетін осындай бичтерде, жерлерде орталықтар өте көп. Осы жерде отырып тамақ жеп алсаңыздар да болады. Кокос, макос. Адамдар. Так, Angels Billabongға барамыз, сосын барып Broken Beachқа барамыз. Так, мында что-то көп адамдар сұрап жатыр. Мына жер таныс қой. Видеодан көрген жерлер ғой. Вот, смотрите. Суға түсуге болады походу. Анда балықтар жүр. Қатты толқын болған кезде мына жерден су көтеріліп, сол су осы жерге қарай келеді, короче. Нелері қызық. Сумен шайылып қалып тесіліп қалды. Мына жердің нелері суын көріп тұрсыздар ғой. Бұл жер толқын өте көп. Толқын өте көп. Сол толқын мына жерден қатты напормен ұрған кезде көтеріледі да, осындай не бассейн пайда болған. Табиғи. Күшті, бізге кайф. Келесі локациямыз Broken Beach. Самал жел кәдімгі. Осы арнайы фотоға түсіретін жасап қойған. Фотоға түсіреді. Что, как и алматыр. Немесе ана астындағы не көріну үшін жасалынған нәрсе сияқты. Бұлай көзбен мощный көруге болады, көзбен кайф көрген. Камерамен бірмен жеткізе алмайсың. Чисто естелікке, есте сақтап отыру үшін, арасында еске алып отыру үшін болмаса, арнайы фото ашып қойған. Мына жерден кәм самый то ашылады. Осылай да болады. Мұнда осындай арнайы жол салып қойған, айналып өтетін. Сол айналып өтетін жолмен бір өтіп шығайын деп жатырмын. Кайф, жел, күшті жел. Шамалы салқындап қаласың, әйтпесе күн деген жара болып тұр. Примерно 29-30 градус қой. Вот жел келді. Кайф. 25 мыңға коконат алдым. Салқыннан үш жерде ғана бар екен. Қалған жерде салқыны жоқ екен. Соған 25 мыңға алдым. Шамамен $2 төңірегі ғой. $2-ға 33 цент жетпейді, короче. $1 66 цент. 45 мыңға $3 алып отырмын. Так, Crystal Bay дейтін жерге де келдік. Пляж, жерде қалғанға ол открыть жолы. Ойлап тұр, может, маска алып, снорклинг жасайын ба, дальше больше деп. Сөйте могу ба. Снорклинг equipment $8 тұрады дейді ғой. Точнее $7. Без снорклинга былай шығып қайтатынмын. Так, пляж вообще кайфовый. Суге очень әдемі екен. Советую. Су қатты жылы емес, қатты салқын емес. Аяғымды ауыртып алдым жаңа бір тасқа ұрып. Аквашюзбен кірген дұрыс, өйткені бір где-то 2,5 метр жүргеннен кейін
Sorry. 45 метр жүргеннен уже нелер бастады тастар. Кстати, қазақ қыздарды кездестіріп қалдым. Сәлем. Малайзияда оқиды екен осында. Қыдырып келіпті тоже. Бірінші рет трип барысында. И угадайте, кімді кездестірдім дейсің. Ауылдың әкімнің қызын кездестіріп қалғансың ғой. Айтбай Көшербаевтың қызымын дейді. Давай дедік. Ортақ таныс болды да ырыс алды дейтін. Тоже кімдермен. Неден бір класс төмен оққан. Короче, почти $10 зат алып қалдым. Мангустин алдым 1 килограмм. 25-тен екен. Потом мынандай жүн бірдеңе алдым, тоже 25-тен. Red Dragon алдым. И мынандай алдым, короче. Сатып бірдеңе. Атым қалдым, короче. Бүгін, короче, танец живота ойнап тұрған, чисто. Ас болсын маған. Мен өзімнің шықмайда мотоцикл түсіргім кеткен ғой. Сонда деген мотоцикл. Ішінде каскасы бар. Өзіммен бірге балаклава алып алдым, короче. Ауылда. Папаның жұмысынан. Осы байкпен күніне $4 алдым. 3 күн осымен жүрдім ғой, короче. Біраз жерді арладым. 3 литр қойдым. Сонымен литрі 10 мың тұрады екен. 10 мың деген примерно сол 66 цент. Балиде әр үйдің алдына осындай үйдің магазиннің осындай нелер қойып қояды. Банан қабығынан, банан жапырағына жасалған подношение. Бұл подношение типа өздерінің ырымдары бойынша осындай подношение вот. İşte неше түрлі заттар қойып қояды. Типа өздерінің күнделікті құдайларына деген подношениелері. Типа осыны маймылдар, тағы басқа мұшық иттер жейді. Солардан типа сауап алады деген тема ғой. Типа осындай бизнесін жүзеге асыру деген тема. Қазір осы Нуса Пенида аралындағы жалғыз мешітке келдім. Мешіттің ішкі көрінісі. Аль-Ихсан деп аталатын мешіт екен. Аль-Ихсан. Дәрет алатын жерлері осы жерде. Осындай темплдер бар. Урадеса дейді. И темплдары барда көбінесе құлып тұрады. Есіктерінде замок. Соған қарағанда туристерге көруге болмайтын темплдар сияқты. Бұл арнайы уақытта ғана аталатын сияқты, мен ойымша. Так, осымен біздің Балиде көп болған жоқпыз, Нуса Пенидаға деген саяхатымыз аяқталды. Бұйырса ертең Құдай қаласа Қазақстанға. Енді алдағы уақытта тағы да қызықты контенттер болады деген сенеміз. Саяхат толық, саяхат туралы әңгімелейміз, көрсетеміз. Кездескенше. Санур бич жақтағы, Санур порт жақтағы мешітке келдік. Ихсан деп аталады мешіт. Францияға болатын әйел кісілерге. Осындай.
Посадка аяқталды. Балиден ұшып бара жатырмыз. Посадка аяқталғаннан кейін мен негізі ордым артында деп. Сразу посадка аяқталған байқадым да, осындай бос орынға отырып алдым. Екі-үш орындар бос екен. Жатып баратынды, өйткені полет примерно 4-5 сағаттай уақыты бар.